Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, менің есімім Мери. Бүгін сіздерге жаңа бала ойыншықтарының LCD көркем жазу тақтасымен таныстыратын боламыз. Жалпы көркем жазу тақтасы бізде осындай қорапта тұрады. Бұл қораптың ішінде не бар? Ашып көрейік бірге. Қарасаңыздар, ішінде бізде осындай әліппе, яғни қалай жазу керек, соны толығымен көрсеткен. Одан да бөлек бізде инструкция, яғни бұл құрылғыны қалай пайдалану керек, сол көрсетілген. Онымен қоса біздің негізгі көркем жазу тақтамыз. Бұл көркем жазу тақтасының артықшылықтары қандай? Соған тоқталатын болсақ, арнайы өзінің осындай ручкасы болады. Онымен қоса біздің планшетімізде дәптердің жолақтары сызылған. Яғни балаңыз осы планшетке, тақтаға өзі жазып үйренсе болады. Мысалы қарайық. Осы жердегі дәптердің жазуларына әртүрлі әріптерді, немесе сандарды жазып үйренсе болады. Онымен қоса өзі суреттер салса болады. Мысалға, неше түрлі осындай күн, немесе біз былай салатын едік адамдардың суретін. Осылай мысалы неше түрлі суреттерді саласыздар да, и өшіріп тастайды. Яғни қазір негізі басқа черновик сияқты парақтарды іздеп жүрмейсіздер. Тек қана осы планшеттің көмегімен балаңыз көркем түрде сауатты жазып үйренетін болады. Ал ол жазу үлгілерін осы қораптың ішінде жүретін арнайы әліппе парағынан үйренсе болады. Бұл жерде әріптерді екі түрлі нұсқада жазып үйреткен. Мысалға, А әріпін осылай бала өзі жазады. Келесі Ә деген сияқты әртүрлі өзі осылай жазып көре береді, кейін өшіріп тастайды. Бұл бізде батарейка арқылы жұмыс жасайды. Және де бұл тақтаның өзінің қосып өшіретін функциясы бар, яғни артқы жағында өздеріңіз егерде өшіріп қоятын болсаңыздар, тақтаға жазылған жазулар өзі өшпейтін болады, яғни осылай тұрып қалады. Егерде осыны қайтадан қосу функциясын ауыстыратын болсаңыздар, сіздердің жазған жазуларыңыздың барлығы өшеді. Яғни бұл бізде бірнеше ретке қолдануға арналған көркем жазу тақтасы. Осы көркем жазу тақтасының бізде қолдану тәсілі қандай? Ең бірінші, қолданар алдында құлыптау түймесін ашасыздар. Сол кезде біздің тақтамыз үстке қосылады. Ол өзінің осы қорабында да жазылған. Одан кейін барып тақтаның бетін тазалау үшін арнайы осы тазалау, яғни түймесін, батырмасын басатын боласыздар. Егерде 2-3 секундтан ұзақ уақытта бұл өшпейтін болса, бұл құрылғының батарейкасын, яғни ауыстыру керек дегенді білдіреді. Сіздер осы көркем жазу тақтасының артында қолдану тәсілімен және де назар аударатын нұсқалармен танысып шықсаңыздар болады. Мысалға, ең бірінші кезінде тасымалдау және де сақтау барысында қысымдардың себебінен экран бетінен түрлі іздер байқалуы мүмкін, бірақ ол ешқандай зиянын тигізбейді. Тек қана осындай өшіру батырмасын басатын болсаңыздар, бірден барлығы өшетін болады. Егерде бұл өнім ұзақ уақыт бойы істетілмесе, батарейка ұйқы күйіне ауысады. Бұндай жағдайда өшіру түймесін 5 минут бойы қайталап басып, ұйқы күйіне оятатын боласыздар. Яғни осы көркем жазу тақтасын қалай пайдалану нұсқаулығын танысып алсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, LCD көркем жазу тақтасымен толығымен таныстырдым. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.